жаңа рекорд жасадың. Жарайсың, балам. Рас па әке? Қане, көрейінші. О, еңбегім еш кетпепті. Жарайсың, балам. Менің саған дайындаған сыйлығым бар. О, ол қандай сыйлық? Қане әке, қане? Міне. Кітап? Не деген ескі кітап бұл? Бұл бір аса құнды кітап, балам. Оның қадірін қатты қиналған кезде білесің. Жарайды әке, көп рахмет. Алақай, Бурабайға барамыз. Анашым, білесіз бе? Мен бүгін рекорд жасадым. Рекордты күнде жасау үшін тамақты көп жеу керек. Қарның ашып қалды ғой, жей ғой шқайне. Аз болсын. Келе ғой, қақалып қаласың, су іше ғой. Жей ғой шқайне. Болды, анашым, тұқпалай бермеші. Жарайды енді. Бурабайға барған соң жесін. О, жұмбақтас. Әке, ол неге жұмбақтас деп аталады? Бұл бір ұзақ әңгіме ғой, балам. Ол өз заманында қайғыға ұшырап, қайғымен бірге тасқа айналып кеткен қыз екен деседі. Қарашы өзің, қайықта отырған қызға ұқсай ма? Әке, шынымен де қайықтағы қызға ұқсайды. Әке, ол қыз неге тасқа айналып кеткен? Ол ұзақ әңгіме, балам. Бурабайда мұндай жұмбақ аз емес. Айтам ғой асықты, жарай ма? Жарайды әке. Біз осы жерге тоқтаймыз ба? Иә балам, келдік. Вау! Асан, құлап қалма. Әке, қарашы, қандай ғажап, ағаштары түп түзу. Абайлаш балам. Жүре берсін. Әке, біз мұнда үнемі келіп тұрайықшы, жарай ма? Жарайды. Міндетті түрде келіп тұрамыз. Асан, кел енді сөмкеңді ала ғой. Қазір тауда жүргенде қарның аша тамақ салып қойдым. Анашым ауыр ғой. Керек тастың ауырлығы жоқ деген балам. Оны не қыласың, Асан? Нағыз ауыр зат сол ғой. Керек тастың ауырлығы жоқ дегенді білесіз бе әке? Anasım! Sendер қайда кеттіңдер? Анасым! Әке... Сендерді қалай табам? Әке... Анасым! Әке! Анасым! Әке! Кім бар? Көмектесіңдерсің! Әкетай! Асан. Көк аспан қара сулар арман мекен, жолдар мен қырандар салған самғап өтем.
бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле. Сынақпен шыңдала берді менің еркім, желмая бұлтты дүрсілеп қанатым, асыра берген ойнақта аспан көрпін. Асан, Сен кімсің? мені тыңда. Әке шешеңді құтқарамын десең, мұқият тыңда. Тыңдайын, айтшы, олар қайда кетті? Олар ешқайда кеткен жоқ. Олар осы үңгірдің ішінде. Әке шешеңді құтқарғың келсе, менің бір шартым бар. Ол қандай шарт? Бұл өте күрделі тапсырма. Қазір сөз беріп, кейін орындай алмасаң, я болмаса айнып қалсаң, әке шешеңді енді көрмейсің. Ондай ауыр тапсырма болса, мен қалай орындай аламын? Мен деген баламын ғой. Әке шешемді босатыңызшы. Өтінемін. Асан, мен сені осында күткелі 1000 жыл болды. Бұл іс тек сенің ғана қолыңнан келеді. Сен жай бала емессің. Саған ойланып шешім шығаруға уақыт беремін. Күн ұясына батқанша жауабымды бер. Бұл істі аяқтауға айлар, тіпті жылдар кетуі мүмкін. Бірақ сенің қолыңнан келеді. Сонша ұзақ уақыт әке шешем қалай шыдайды? Оған алаң болма. Олар сенің істі аяқтап келуіңді күтеді. Менің қолымнан келер ме екен? Ей, дауыс! Мен дайынмын, айт қане! Шын дайынсың ба? Я, айт! Асан, менің саған тапсыратын ісім аса маңызды. Сен оның орындап келсең, әке шешеңді ғана емес, тұтас ертегілер әлемін құтқарасың. Мен сені 1000 жыл күттім. Ақыры мен күткен күн келді. Жарайды. Айтшы енді. Төзімің таусылып бара ма? Айтайын. Сен қазір тұра жүріп оқ жетпеске барасың. Жолыңда қалың орман бар, биік тау бар. Таң бозарып ата бере оқ жетпестің басына шығасың. Сол жерден желмаяны табасың. Бірақ желмаяны ояту керек. Оны ояту үшін күн көкжиектен қарыс бойы көтергенде, жүрек түкпірінде жатқан сөзіңді айтасың. Сонда ол оянады. Тайлақ оянған соң қалған жолды сол көрсетеді. Ал енді сау бол, жолың болсын. Желмая? Желмая дейме? Не боп кетті өзі? 1000 жыл күткеннің несі? Жарайды, тәуекел.
Қарның ашып қалды ғой, жей қойшқаймын. Аз болсын. Келе ғой, қақалып қаласың, су іше ғой. Жей қойшқаймын. Көк аспана қара сулар арман мекен, жолдар мен қырандар салған самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле. Мен шыңдала бердім, менің еркім. Желмая бұлтты дүрсілеп, аппақ қанатым, асыра берген ойнақтап, аспан көрпін. Желмаясы қайда енді? Ешкім жоқ қой? Желмая! Ей, қайдасың? Желмая? Желмая осылып жүрмесін? Ей, Желмая, тұр, оян! Ей, Желмая, оян деймін. Оны ояту үшін күн көк жиектен қарыс бойы көтергенде, жүрек түкпірінде жатқан сөзіңді айтасың. Сонда ол оянады. Ей, тұр деймін саған. Тұр. Ай, аяғым. Тұр. Тұр деймін саған. Тұр. Уақыт таяп қалды. Асан, бері қара. О, оянды. Жоқ, оянған жоқ. Бұл мен ғой. Бұл кім? Менен қорықпа. Менің саған пайдадан басқа зияным жоқ. Өзің ақылды бал екенсің. Тілімді алсаң, қайтып кет бұл жерден. Мен қайтып кетсем, әке-шешемді қалай құтқарам? Мен білсем, әке-шешең үйде күтіп отыр. Ал сен бекер жүрсің мұнда. Әке-шешең өңірде қамалған жоқ. Қарагөш сені олардан адастыру үшін әдейі шырға жасады. Менің семен сөйлесіп тұратын уақытым жоқ. Басымды қатырма. Бұны қалай оятам енді? Не айтсам болады? Айналайын, Желмая, ояншы. Маған көмектесші. Егер сен оянар болсаң, сені ешқашанда ренжітпеймін. Желмая, ояншы деймін. Әйтпесе мен әкеме шешемді құтқара алмаймын ғой. Олардан айырылғым келмейді.
аяқтарым үйіп қалыпты ғой. Мың жыл жаттым. 1000 жыл? Сен де мені күттің демеші енді. Иә, сені күттім. Енді не істейміз? Оны жүре көрейік. Ей, тоқта Желмая. Менің әке-шешем үңгірде қамауда жатыр. Мен оларды құтқаруым керек. Тоқта, үңгірдегі дауыс сені бәрін түсіндіреді деген. Ол ұзақ әңгіме ғой. Ол үшін біз алдымен көлтауысарды табуымыз керек. Көлтауысар? Ертегідегі көлтауысар ма? Оны барғанда көресің. Сонда қайда бара жатырмыз? Айтшы, Желмая. Егер енді айтпасаң, үйге өзім жалғыз қайта берем. Айтшы деймін, Желмая. Ей, не істеп жатсың? Хасан, біз сонау алыстағы Алтай тауына барып, көлтауысарды іздейміз. Қандай күшті. Бурабай кішкентай болып қалды ғой. Көк аспан қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле. Сынақпен шыңдала бердім менің еркім. Желмая бұлтты дүрсілеп аппақ қанатым, асыра берген ойнақта баспан көрпін. Мен ұшып жүрмін, анашым. Әке, мен сіздерді құтқарамын. Сен әке-шешеңді ғана емес, тұтас ертегі әлемін құтқарасың, Хасан. Иә, мен оны да құтқарамын. Вау, ақ кеме. Мен түсімде көрген кемеге ұқсайды екен. Осыдан 1000 жыл бұрын ертегілер әлемінің батырлары сонау алыс жер түбінен қасиетті мөрді алып, мынадай алып кемемен жолға шығады. Кеменің аты Ақжелкен болатын. Оның ішінде мына мен де, көлтауысар мен желаяқ та бар еді. Ақжелкен жүзіп орта жолға келгенде, батырлар арасының берекесі кетті. Ауызбірліктен айырылып, үлкен дау шықты. Осы даудың соңы апатқа ұласып, кеме қайырылды. Қасиетті мөр абайсызда теңіздің түбіне кетті. Ертегі әлемінің батырлары әркім өз басымен әуре болып, жан сауғалап, жан жаққа кетті. Сонда содан бері 1000 жыл тас болып қатып жаттың ба? Жаттым ғой.
Сонда біздің ең басты мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз теңіз түбіне кеткен қасиетті мөрді алып шығып, Бурабайдағы орнына апарып қою. Сонда ертегілер әлемі де құтқарылады. Атанаң да босайды. Онда неге бірден теңізге тартпаймыз? Бізге Көлтаусар мен Желаяқтың көмегі керек. Көмек? Ол қандай көмек? Оны бара көреміз. Сен жаңа Көлтаусар мен Желаяқ қасиетінен айырылып қалған демедің бе? Олардың қасиеті жоқ болса, бізге қалай көмектеседі? Бір жөні болар. Бара көреміз, бір жөні болар. Осыдан басқа бір нәрсе білесің бе өзі? Ойланып көрейін. Сен ойланып болғанша баратын жерге барып та қалармыз. Сен ұшып өнерін көрсеттің. Енді менің өнерімді көр. Жарайды. Екен. О, керемет. Мөрді алып шығуға пайдасы тие ме? Оны бара көрейік. Бөу. Ой, сен де бір шошты жібердің ғой. Асан, ананы қара. Қане? Көк аспана қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле. Шыңдала бердім менің еркім, желмая бұлтты дүркілеп аппақ қанатым, асыра берген ойнақта баспам көркін. Құйын бізге қарай келе жатыр ғой. Солай секілді. Енді не істейміз? Келгенде көрейік. Қаштық. Тез қайтыңдар, қашыңдар. Алда бұдан да зор құйын келе жатыр. Алдымен өздеріңді ойлаңдар. Қашыңдар, қаш. Не деген қатты құйын? Сен ұстамасаң, мен алып кеткендей. Айтпақшы, мен ана дауысты танимын. Бір рет ағаш боп сөйлеген, екінші рет тас боп сөйлеген болатын. Бұл күлекеш қой. Кез келген заттың бейнесіне еніп сөйлей алады. Оның мақсаты асығырып жолдан адастыру. Әсе, маған үйіңе қайт деп алдап еді. Бірақ мен сенбедім. Енді күлекеш, біздің жолымызға тосқауыл болу үшін бар амалын жасайды. Әлі талай кездеседі. Қазір тағы айналып келуде мүмкін. Енді келсе, бұдан да үлкен құйын алып келмесіне кім кепіл? Енді не істейміз? Ұшамыз. Ай, өзім де мін алатын едім ғой.
отырсақ, Көлтаусардың тұрағына жетуіміз мүмкін. Бұл кәдімгі ертегідегі көлтаусар ғой, ә? Іші дәу мекен, тамаққа қалай тойып жүр екен. Ертегі кейіпкерлерін тіріде көрген қандай қызық. Әлемдегі ең бақытты бала мен шығармын. Ой, өзім шығып өтеді едім ғой. Анау немене? Көлтаусар сол жерде отыр ма екен? Барғасын көреміз. Мұнда ешкім жоқ қой, Желмая. Қазір қарап көрейік. Желмая, Көлтаусар. Ей, қайдасыңдар? Көк аспана қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле. Qoba жоқ. Көлтаусар? Желмая. Көлтаусар? Бауырым. Кімнен қорқып жүрсің да? Болды. Жылама. Болды. Асан, біз іздеп келе жатқан Көлтаусар осы. Кәдімгі ертегідегі Көлтаусар ма? Иә, ертегідегі Көлтаусар. Ертегіні ұмытқалы қашан. Қош келдіңдер. Жүріңдер, төрлетіңдер. Желмая, мынау біртүрлі ғой. Шынымен Көлтаусар ма? Отырыңдар, төрлетіңдер. Шай ішіңдер. Қазір шай қояйын. Қазір. Қайдан келе қалдыңдар өзі? Көктен түстіңдер ме? Жерден шықтыңдар ма? Әрине көктен түстік. Көктен жақсы. Қазір. Не берсем екен, жеміс жеңдер. Әзірге бары болса. Жаңа ғана бір қоянды қақтап жеп алып едім. Қабая, келетіндеріңді білмей қалдым ғой. Мейлі, қазір барып тағы бір қоян ұстап келермін. Ей, досым, кел. Өзің де отырш. Алдымен істің мән жайын айтайық. Тек кетеміз демеңдерші, зорға келгенде. Болмағанда қонып жатып кетіңдер.
Кетеміз, бірақ сені ерте кетеміз. Мені ме? Мен дайыммын, қайда болса да барам. Біз сені теңізде кеткен мөрді алып қайтуға ертіп барамыз. Мөрді? Қазір менің көл таусар қасиетім жоқ қой. Міне, бір ұртам суды зорға ішем. Менің қандай көмегім болар екен, а? Бізбен бірге жүре бер. Бара көрерміз. Онда менің мұстаудың арғы бетіне жасырған бір затым бар. Соны алып кетуім керек еді. Кеттік ендеше, күн батпай алып алайық. Кеттік. Көлтаусар, қалай жүреміз? Анау таудың арғы беті. О, 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 қандай керемет. О, о. Желмая. Ей, жарайсың, Желмая, жарайсың. Көл таусар бері Ал, не дейсің? ешкімге айтпа, тыныш, бәрі жақсы болады. Ере бер. Көк аспан қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле. Сынақ пен шыңды ала бердім менің еркім. Желмая бұлтты дүрсілеп аппақ қанатым, асыра берген ойнақта баспам дүркін. Көлтаусар? Желмая, Асан. Қазір құтқарам. Асан, шыдай тұр. Желмая, тез кел. Желмая, арқаңа тұрып ал. Асан, жібер.
Тіріміз асан, көзіңді аш. Тірі қалдық. Тіріміз бе? Рас па? Рас па? Неге абайлап жүрмейсің? Бәріміз өлетін едік. Бір дауыс естідім. Не деп жатқан түсінбей, құлағымды түремдеп, байқамай құлап кеттім. Дауыс? Бұл күлекеш қой. Ол сені әдейі адастырып жүр. Енді оны тыңдама. Тыңдайын деп тыңдаған жоқпын. Естілмей қойды емес пе? Енді ондай дауыс естісең, Желмая екеумізге айт. Жарайды. Енді жылдамдатайық. Жүріңдер. Көлтаусар, осы жер емес пе? Осы жер, осы маңда болатын. Қазір. Мұна жер өзгеріп кеткен екен. Шатасып тұрғанымды қараш. Қазір кішкене ойланып алайын. Қайсы еді? Мұнаның бәрі бірдей болып кетіпті. Таптым. Осы. Қайда? Қайда кеткен? Мүмкін емес. Осында жасырғанмын. Айтпақшы, ол не зат еді? Айта алмайым. Мен үшін ол аса бағалы зат. Енді не істейміз? Ешкім алмаса табылады. Ал жоғалса ше? Онда табылмайды. Ой, сен де. Жоқ, бітті. Ешқайда бармайым. Осында қалам енді. Мәңгі осында қалам. Ол сондай маңызды нәрсе ме? Мүмкін мөрді алып қайтқан соң оны тауып алармыз. Жоқ, ол менің бойтұмарым. Менің барым. Ол болмаса мен ешқайда бармайым. Онда не істейміз? О! Ең қиын деген дүниенің шешімі қарсы алдыңда тұруы мүмкін. Қарсы алдыңда? Мынау ма? Осы! Көк аспана қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты таңға жетсе. Сынақ пен шыңдала бердім менің еркім. Желмая бұлтты дүрсілеп аппақ қанатым, асыра берген ойнақта Енді жүруге болады. Ал кеттік. Мінгесу керек. Жаяу жүріп жете алмаймыз ғой? Болды, өзім білем. Көлтаусар, кеттік.
Желмая, кеттік пе? Ha? Желмая, қанатың талып кетті ме? Дем алып, күш жинап алайық. Иә, қарны ашып кетті. Сен көтеріп келе жатқан жоқсың ғой? Енді менің қанатым жоқ қой. Онда арқалап жүр. Күн қандай жайлы, өзен суы тып-тынық. Әсіресе мынау шөптер қандай дәмді. Жей бергің келеді, жей бергің келеді. Іш, же, демал, дүниенің рахатын көр. Желмая, шаршадым. Hey! Желмая? Күлтаусар тұр! Желмая жоқ! Ей, Күлтаусар! Немене? Желмая жоқ деймін. Тұр, іздейік! Ол жайылып жүрген шығар. Қайда жайылып жүр? Жүр, іздейік! Жарайды. Іздейік. Желмая! Желмая! Қайдасың? Желмая! Қайдасың, Желмая? Енді жүрейікші. Демалып болдық қой. Рас, көрінбейді ғой мынау. Айттым ғой. Желмая? Желмая, түр, кетейік. Сені әрең таптық қой. Желмая! Саған не болған? Желмая? Желмая, бұның не? Желмая? Желмая, тұрсаңыз, саған не болды? Тұрсаңшы, тұр. Енді не істейміз? Білмеймін. Не болса да, Күлекештің ісі. Қалай да бір амалын табу керек. Көк аспан қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты
таңға жетсе менің еркім желмая бұлтты дүрсілеп аппақ қанатым асыра берген ойнақтап аспан көркін кітап өзен көрсең шу болар, шудың бойы ну болар. Тарам-тарам жапырақ сақтанғаның жөн болар. Тарам-тарам жапырақ сақтанғаның жөн болар. Бұл шөптен уланып жүрмесін. Көлтаусар, мен таптым. Желмая шөптен уланыпты. Шөптен? Оны қайдан білдің? Міне, мына кітапта жазылыпты. Тарам-тарам жапырақ дейді. Бұл бір шөптің түрі боп тұр ғой, а? Енді не істейміз? Кітапта не істеу керек екені жазып па? Бұл қалай болғаны? Неге ештеңе жоқ? Әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Өз уақыты бар. О, ғажап. Бұл қалай болғаны? Сонда бұл... Таптым, түсіндім. Бұл кітаптағы жазу тек керек уақытында ғана көрінеді екен. Сонда желмаяны не істейміз? Ол туралы ештеңе жазылмапты. Ойланып, өзіміз шешімін табуымыз керек. Әжемнен уды қайтаратын дәрілік шөп туралы естіген едім. Дәрілік шөп? Оны қалай табамыз? Мүмкін осы өңірде бар шығар. Рас па? Рас. Мен дәрілік шөпті іздеп келейін. Сен желмаяға қарай тұр. Жарайды, барып кел. Бірақ күлеккешке алданып қалма. Оның сөзін мүлде тыңдама. Жарайды, ұқтым. Асан, тауып келдім. Осы шөп уды қайтарады. Рас па? Мінекей, Оны қалай тауып алдың? шөптің түріне қарап таныдым. Осыны қайнатып беру керек. Жақсы, онда от жағып, суды алып келейін. Желмая? Не боп кетті? Қабая, бүлдіріп кеткенін қарашы. Қайда жоқ боп кетті? Шымға періме? Дәріні төгіп кетті. Енді не істейміз? Қазір. Келді. Келе жатыр. Желмая? Біз саған дәрі қайнатқанбыз. Оны өзің төгіп кеттің. Ол қандай дәрі? Көлтаусар емші әжесінен көрген у қайтаратын дәрілік шөпті тауып әкелді. Сосын оны қайнатып, саған тұнба әзірлеп жатқанбыз. Міне,
Осы шөпті көргенде ішімнен бір дауыс осы дегендей болды. Жүрегім сезді. Мен осы шөпті жеп уландым. Соны жүрегім сезді. Сен шөпті таныдым дедің ғой. Сол танығандай болдым. Есіңде болсын. Егер ең жерде біреу сөйлесе, мүмкін тас, мүмкін ағаш болса да, тіпті жүрегің сөйлесе де, ол күлекеш. Оған сенбе. Сонда тағы алданып қалдым ба? Әрине. Көк аспан қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты таңға жетсе. Бердім менің еркім, желмая бұлтты дүрсілеп, аппақ қанатым, асыра берген ойнақта баспақ көркін. Желаяқ не істеп жатыр екен? Бізді көргенде қуанар ма екен, а? Әрине, қуанатын шығар. Мың жыл көріспедіңдер ғой. Бара көрейік. Желмая, неге төмендеп келеміз? Кішкене демалып алайық. Күн тым ыстық екен. Бетпақ дала деген осы. Бұл жердің аты неге бетпақ дала атанды екен? Мұнда тап болған адамның ізі де қалмайды. Өлсе сүйегінде құм жұтып қояды екен десе, ештеңе болмағандай, ешкім келмегенде бетпақтанып жатып алады екен. Сосын бетпақ дала атаныпты. Онда ұзақ аялдауға болмайды екен. Тездетіп ұшып кетейік. Күннің қызуы қайтсын, біраз жермен жүрейік. Желмая, су ішпейсің бе? Мен өзеннен 10 күндік суымды бір жол ашып алғам. Сонда мынаның бәрін қоңыздар жеп кетті ме? Қашайық! Желмая, көл тауысар, қайдасыңдар? Көл тауысар, қайдасыңдар? Әке, анашым, сіздерді қалай құтқарам? Әке, анашым. Тек қозғалыс тіршілікке бастайды.
тыныштықта өлім бар. Қалай? Тек қозғалыс тіршілікке бастайды. Тек қозғалыс тіршілікке бастайды. Болмаса, құмға жұтылып жоқ боп кетесің. Тоқтама, Асан, тоқтама. Бұл суды таңға дейін жеткізуім керек. Тоқтама, Асан, тоқтама. Асан, тоқтама. Көк аспана қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты таңға жетсе. Асыра берген ойнақта баспан көрпін. Ай. Қыратты жерде су болар, солы жерде өмір бар. Қыратты жер? Қырат қайдан табылады? Su. Su. Ay, ay. Ay, ay. Su. Su.
Әке, шеше, мен сіздерді құтқарам. Асан, біз мұндамыз. Асан, Берген, біз мұндамыз. Күлтаусар, тіріме. Көзін ашты. Желмая, Көлтаусар, мен сендерді өлдім деп ойлап едім. Мұнда қалай келдіңдер? мен түйемін ғой. Шөлде қалай жол табу керек екенін жақсы білем. Ал мен желмаяға еріп отырдым. Жоқ, қалың қоңыздан қалай тірі қалдыңдар? Тым қатты жүгіргеніміз соншалықты. Бір уақытта артымызға қараса қоңыз да жоқ, сен де жоқсың. Сені қоңыз жеп қойды ма деп қатты алаңдадық. Жел аяқты тезірек тауып, мына жерден құтылайық. Біз бірден ұшып кете алмаймыз. Қанатымды қашам деп қайырып алдым. Жел аяқты жерде жүріп табуымызға тура келеді. Қап, Енді қалай жүреміз? Мен барып жер шолып келейін. Екеуің қалып осында күтіңдер. келістік. Біз осында күтейік. Ал сен күн батпай тез қайтып кел. Маған алаңдамаңдар. Судың бойынан алыстаушы болмаңдар. Аман қайт, досым. Көлтаусар, қайда барасың? Қоян ұстап әкелем. Оны не істейміз? Қақтап жейміз. О, тамақ. Тыныш. Ұстай аласың ба? Мың жыл осымен айналыстым ғой. Көк аспан қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты таңға жетсе.
Желаяқ қайда жүр екен деш? Мен оның ізін байқаған сияқтымын. Алыс емес, таяп қалдық. Қайда қонамыз ба? Оты суы молдау жерге қонайықшы. Жақсылап бір қоян ұстап жеп, асықпай ұйықтап алатын. Қоян қуам деп, өзің қоянша қашып, әрен құтылғаныңды ұмытып қалма, Көлтаусар. Қоян сөз баппа. Мен мұзтауда жатқанда құр қолмен қасқыр алғам. Керек болса, күлекеш деген сұмырайды. Желмая қонуға дайындалуда. Құрметті жолаушылар, белдіктеріңізді қатты тартып, өркешімнен мықтап ұстаңыздар. Ана белгіні көрдіңдер ме? Иә, көрдік. Бұл таңбаны мен бір жерден көрген сияқтымын. Бұл ақ желкеннің таңбасы. Ақ желкен? Қайран, желаяқ досым ай, әлі ұмытпаған екенсің ғой. Желаяқ осы маңда. Мынауың да ор боп қалыпты ғой. Иә. Анау не нәрсе? Жақынырақ барып көрейік. Жүріңдер. Кемеге ұқсай ма өзі? Мұнда есігі бар екен. Кірейік? Желаяқ осында болуы мүмкін. Кірейік. Мұнда өзі адам тұрған ба? Желмая! Желаяқ мұнда келмегеніне ұзақ уақыт болыпты. Бәсе. Басқа жақтан іздейік. Үшеуміз үш жақтан көрейік. Ақ желкен, ақ желкен, ақ желкен. Сені көрмегелі қашан? Мынау түсімде көрген кеме ғой. Мына белгі кітабымда да бар. Желмая! Көлтаусар! Онда келіңдер, таптым! Кел, Желмая, кел! Есіме түсті. Бұл таңбаны мен түсімде көргенмін. Сонда қалай? Мен үнемі түсімде ақ желкенді көремін. Оның желкенінде осы таңба тұрады. Бұл сенің ертегі әлемін құтқаруың керек екенін білдіретін белгі. Желаяқ сөзсіз осы кеменің ішінде. Онда кіріп көрейік. Не болды? Кеме суға кеткенде, Желаяқ екеуміз қатты ренжісіп кетіп едік. Сол есіме түсіп тұр. Маған әлі ренжіп жүрме екен. Иә, солай болған. Бірден оятсақ қалай болар екен? Енді не істейміз? Оянғанын күтейік. Оянғанша жоғары шығып көрейік. Жөн екен. Асан, мынаған қарашы. Керемет қой. Нағыз ақ желкен деп осын айт. Иә, Желаяқ досым шебер ғой, айнытпай салыпты. 1000 жылда іші пыспаған екен. Желкенді көтеріңдер. Көлтаусар өзінше елестетіп жатыр. Ақ желкенді сағынды. Шепсіп қалған ғой бұның. Көк аспан ақ қара сулар,
арман мекен жолдар мен қырандар салған самғап өтем бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле оятқан жарық шуақты таңға жетсе 6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Ақ желкен желмен желбіреп асау толқын сынақ пен шыңдала бердім менің еркім желмая бұлтты дүрсілеп аппақ қанатым асыра берген ойнақтап аспан көрпін Мен барып бір қоян ұстап келейін. Қарны ашып кетті. Эй, іш пысатын болды. Қазір. Ойбай! Мен сен батыр екен десем, Қорыққам жоқ. Әншейін ойын болсын дедім ғой. мұнда не іздеп жүрсің? Саған қоян ұстап берейін деп жүрмін. Байқа, алдыңғы жолғыдай күлеккештің қақпанына түсіп қалмайық. Бұл жолы олай болмайды. Жел оң жақтан екен, ендеше біз сол жақтан айналамыз. Неге сол жақтан? Жел жағынан жүрсек, қоян біздің дыбысымызды естіп, иісімізді сезіп қоюы мүмкін. Сондықтан сездірмей ық жағынан баруымыз керек. Мұнда қоян бар екенін қалай білдің? Тыныш, ана топырақтың дәмінен білдім. Қоянның өз иісі болады. Ол топыраққа сіңіп қалады. Ал ізі мына қарағанның түбіне еніп кетіпті. Мұнда қоянның жымы бар екен, өзі жоқ. Жымы деген не? Қоянның үйі ғой, осында тұзақ құрайық. Ол қайтып келеді де тұзаққа түседі. Асыра берген ойнақтап аспан көрпін Gül Tavsar! Jileyak! Gül Tavsar! Желмая, Көлтаусар, тұрыңдар! Желаяқ жоқ! Енді не істейміз?
енді не істейміз? Желаяқ! Желаяқ, қайдасың? Желаяқ! Желаяқ! Ей, желаяқ! Желмая, бері келші. Көлтаусар, бері кел. Желаяқ табылды ма? Қане? Жоқ. Желмая, сен мына орды желаяқтың ізі дедің емес пе? Иә, Онда осы орды жағалап іздейік. Осының ішінде болуы мүмкін. табылған ақыл. Кеттік онда. Meni күтіңдер. Желаяқ, тоқта, сөйлесейік. Неге қашасың? Жүр, бізге көмегің керек. Менің ешқандай қасиетім жоқ. Көмектесе алмаймын. Желаяқ, менің есім Масан. Мен тұтас ертегілер әлемін құтқаруға келдім. Қайтып құтқармақсың. Шынымен де, мен қалай құтқармақпын? Мен ата-анамды ғана құтқарамын деп шығып едім ғой. Асан, не істеп тұрсың? Жоқ, дәл қазір сенімділік бәрінен де маңызды. Міне, келе жатырмын. Желаяқ, мен әке-шешемді құтқару үшін жүрмін. Олар үңгірде қамауда жатыр. Егер мен қасиетті мөрді апарып тұғырына қойсам, үңгірдің есігі ашылады. Маған керегі сол ғана. Мөрді апарып тұғырына қойсақ, барлық ертегі әлемі құтқарылады дейді Желмая. Мүмкін оның саған да пайдасы бар шығар. Ұстап көресің бе? Бұл не нәрсе? Бұл скейтборд деген нәрсе. Қазіргі балалардың көбінде бар. Маған сенім беретін қандай қасиетің бар? Бұл кітапты маған әкем сыйлаған. Менің қазіргі сенетінім осы. Ол ылғи да қиналған сәтте жол көрсетеді. Мүмкін саған да көмектесетін шығар. Егер мен бұл тасты жұта алсам, қасиетім қайта қалпына келер еді. Көк аспан қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты таңға жетсе. Желмен желбіреп асау толқын, сынақ мен шыңдала бердім менің еркім. Желмая бұлтты түзіліп ақ қанатын,
Мен осыған сенемін. Сендім, артыңнан ердім. Менің досым осылай болу керек еді. Бұл мәселені де шешудің уақыты келер. Енді бәріңді көтеріп ұшалам. Басымызды түгел қостық. Ендігі бағытымыз теңіз. Енді тек мөрді алып шықсақ болды. Бірақ қалай алып шығамыз? Мен теңізді сарқып жұта алмаймын. Желаяқ шапшаң жүгіре алмайды. Ал желмая тек ұшуды біледі. Асан анау нәрсемен сырғанауды ғана біледі. Бара көрерміз. Ең бастысы, өзіңе сен. Менде кітап бар екенін ұмытып қалма. Ол өте күрделі тапсырма. Қазір сөз беріп, кейін орындай алмасаң, я болмаса айнып қалсаң, әке шешеңді енді көрмейсің. Шынымен, теңізге жеткен соң, мөрді қалай алып шықпақпыз? Тіпті ешқандай жоспарда жоқ. Егер мөрді алып шыға алсам, әке шешемді қайта көре алам ба? Желмая! Бекке көтеріл! Бекке! Күшім жетпей жатыр. Жаңбыр тым қатты. Жерге қонсақ болмай ма? Ең дұрысы, бұлттың үстіне шығып алайық. Қолыңды берме, құтқарма. Мөрдің суға кеткен осының кесір емес бе? Не болса var? Қолыңды берме, Желаяқ, қолыңды берсеңші. құтқарма. Желаяқ, қолыңды бер. Жарайсың, желмая. Ей, ақырын. Мына жерден құласаң түгін қалмайды. Батырлығың бір дауылдан аспай қалды ма, Күлеке? Бұл не? Мұндай бұлт көрмеппін. Бұның да ішінде найзағай ойнап жатқан жоқ па екен? Қоюлығы болмаса, қорқатын ештеңесі жоқ секілді. Түк көрінбейді. Желмая, ақырын төмендей берейік. Бұлт астында бір сыр бар секілді. Бара көрейік. Көк аспана қара сулар, арман екен.
жолдар мен қырандар салған самғап өтем, бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты таңға жетсе. Қай бағытқа кетіп барамыз өзі, желмая? Оны өзім де білмеймін. Тура жүре бер, бұлттан өтіп алайық. Вау, қандай ғажап! Мұндай да болады екен. Аспанда қалай тұр? Бір жерден іліп қойған жоқ па? Вау! Мұндай алып тауды аспанға қалай іліп қояды деп жүрсің, ақымақ. Ал сен білсең, айтшы қалай тұрғанын. Жарайды, дауласпанды. Бұның сырын желмая білетін секілді. Бұл аспан тау деп аталады. Аспан тау? Бұл ертеде бір хандықтың ордасы қонған жер екен. Ханы тақтан құлап, елім берекесіздік басып, адамдар ұрлық, сұмдықты көп істей бастаған кезде тау қатты ренжіп, сілкініп, бірақ түнде аспанға ұшып кетіпті. О, ғажап! Жетеуде ме? Иә, содан бері бұл тауға адам аяғы тимепті. Осындай тау бар деп, ертеде естуші едім. Бұл тау әлі күнге солдай кірпиіз. Берекесіздік пен жамандықты ұнатпайды. Анау ағып жатқан сулар оның бойын жамандықтан тазалап жуып тұрады. Енді міне, біздің аяғымыз тиіп тұр. Шөбінің дәмі қандай керемет. Аспан тауға не үшін келіп қалғанымыз белгілі болды. Енді бізге семіз қоян тауып бер. Бұл тауда аң да, құс та жоқ. Суы балдай тәтті екен. Күлтаусар, сен суды жұтып жатсың. Шынымен бе? Мен көл таусармын. Мен енді нағыз көл таусармын. Желаяқ. Қайда ғайып болып кетті? Вау! Желаяқтың да қабілеті қайта оралды. Тауды бір айналып келдім. Мен де енді
жүгіре аламын. Керемет болды. Бұл тауға бекер кездеспеген екенбіз. Меніңше бұның бір сыры бар секілді. Ол қандай сыр? Білмеймін, бірақ бір түрлі көрініп тұр. Бұл тас 1000 жыл бұрын ақ желкен апатқа ұшырап, мен суға малшынып жағаға шыққанда аузымнан түскен еді. Егер осы тасты жұтсам, қасиетім қалпына келуге тиіс болатын. Бірақ қаншама жыл қанша тырыссам да жұта алмағанмын. Бұны қазір сынап көремін. Егер жұта алмасаң, бұның бәрі жалған, алдамшы деп қараймыз. Солай ма? Солай. Көк аспан қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты таңға жетсе. Ақ желкен желмен желбіреп асау толқын, сынақ пен шыңды ала бердім менің еркім. Желмая бұлтты тізгінлеп аппақ қанатым, асыра берген ойнақтап аспан көрпін. Төртеу түгел болсын де, төбедегі қонсын де. Аспан таудың жүрегінде төртеуіңе орын бар. Сонда барып береке тіле. Аспан таудың жүрегінде төртеуіңе орын бар. Төртінші тау? Желмая, тез, төртінші тауға барайық. Бізді бұл жерден құтқаратын кілт сонда. Асан, қолыңды бер. Ана ғажапты қара. Мынау біздің аяғымыздың ізі ғой. Анау менің орным ба? Осы тоғырларға барып тұруымыз керек. Енді бәрің береке тілеңдер. Бір-біріңді ренжіткен кездеріңді естеріңе алыңдар. Қателіктеріңді танып, бір-біріңе кешірім жасаңдар. Қазіргі сәттен бастап, сендердің жан дүниелерің бір-біріне деген реніштен, өкпеден арылды. Енді ешқашан берекесіздік көрмейсіңдер. Тіпті күлекешті сендерге кедергі бола алмайды. Ал енді жолдарың болсын.
жеңөз. Ақыры жет, батырлар. Шынымен бе? Беу, ғажабақ. Дайынбыз ба, батырлар? Әрине. Иә. Иә. Өз қарным, өзіңе сенім тұтайын. Тыныстамай жұтайын. Желаяқ, дайын бол. Желаяқ, тездет! Көк аспан қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты таңға жетсе. Қанатым асыра берген ойнақта баспан көркін. Мен сені теңіздің астында қалып қойды екен деп қорқып едім. Мен баяғыда көлтаусардың асқазанына кетіп қалған шығар деп ойладым. Мені көлтаусардың құлағы құтқарып қалды. Жарқырап ақ тұр екен. Мың жыл күткенім. Енді мөрді тездетіп, тұғырына қою керек. Бурабайға тарттық ендеше. Мөрді кім алып жүреді? Сенде болсын. Асан алып жүрсін. Асан кел. Өзім ақ не алам ғой? Алыста. Жолың болсын. Мен жаяу ақ жетем. Екеуің желмаяға мініңдер. Кеттік ендеше. Вау! Желаяқ десе желаяқ екен. Бізге енді жеткізбейді бұл. Қазір бір жерде ұйықтап жатқанда озып кетеміз. Шешемді ақыры көретін болдым ғой. Асан, сен өз міндетіңді жақсы орындадың. Біз саған ризамыз. Біз сенің ең жақын Иә, достарымыз. бәріне рахмет. Анау желаяқ қой. Иә, желаяқ. Дәл өзі.
Тамақ жасап жеп үлгеріпті. Бізге бірдеңе қалдырды ма екен? Маған бұл жердің көк шалғаны ұнап тұр. Бәсе, досым бізді ұмытпайды. Асан кел, тамақ ішейік. Тамағы маған ұнады. Иә, өзі дәмді жасайды екен. Мен оған белгі қалдырдым. Осыны көрсе ол түсінеді. Сендерге де рахмет. Қазір-ақ қуып жетем. Қандай жылдам едің, желаяқ? Өйтпесем, желаяқ болам ба? Хат қалдырып едім. Оқыдың ба? Босқа өре болғансың. Тамақты дәмді пісіреді екенсің. Соған айтқан рахметім ғой. Мөрдің тұғыры қайда еді? Мұнда бір із тұр. Осында кеп көріңдер. Асан, мынау сенің ізің. Мөрді сен қоясың. Анашым! Балам, саған не болды? Әке, анашым, мен сіздерді қатты жақсы көрем. Біз де сені жақсы көреміз, балам. Үсті басың неге сонша тозып кеткен? Вау! Ақ желкен. Көк аспан ақ қара сулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған, самғап өтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле, оятқан жарық шуақты таңға